Бүгін сендермен бірге кітап оқиық жобасын ары қарай жалғастырамыз. Бүгін сендермен қазақ ертегісі жалқау қоян ертегісін сендермен бірге қосылып мазмұндаймыз. Ертегісі жалқау қоян. Баяғы орманда құрғақшылық бопты. Ояқта жаңбыр жаумапты, бір тамшы жаңбыр жаумапты. Сосын олар бүкілі жиналып құдық қазыпты. Оны бірақ қоян жалқауланып, мен әлі кішкентаймын, менің күшім жетпейді деп ол қазбаған. Сосын олар оған ашуланып, оларға қоянға су ішкізбеген. Ормандағы арыстан патшасы бәрін кезекші қылыпты. Кезекші болғанмен енді пілдің кезегі болыпты. Піл азанға түнге шейін сол суды қарап көріп, пілге су сұрамақшы болды. Піл ұйықтап жатыр екен. Қоян пілді оятты, піл оянбады. Құлағына айқайлап жіберген піл оянып, қасындағы үйшікті бұзып, сол қазақ құдықтарына Піл екеуі үйшік құлаған соң, сол үйшікті ағаштарын тасып басқа жерге қойды. Сосын ашылған соң ашылды. Піл шошынып оянып, үйшікті құлатып алыпты. Сөйтіп, құдық бітеліп қалыпты. Сосын қоян айтады: бұл менің кесірім. Бұл барлығы мен кесірім деп айтады. Сосын қоян айтады, досым жылама дейді. Досым жылама, бұл түнде азанға шейін барлығын қазықтаймыз. Сосын піл азан болған соң түндегі оқиғаның барлығын халқы жануарларға айтады. Қоян қорқып, екеулері құдықты қайттан қазыпты. Қоянның еңбегін піл барлық жануарларға айтып, жануарлар оған орлармен достасып, еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті деп бекер ата-бабаларымыз айтпаған.